Банда деп жатыр, ОПГ деп жатыр. Ондай неге мен қатысым жоқ. Мен ештеңеге таң қалмаймын қазір. Құрметті қазақ елі, бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде тарап ақпараттағы Қасымбаев Хасан деген мен боламын. Талғарда болған қайғылы оқиға, Шерзат деген баланың қазасына, туған туысқандарына, әке-шешелеріне қайғырып көңіл айтамын. Әрине қиын, жас өлім ешқайсымыздың басымызға бермесін. Мен де әкемін, 3 бала тәрбиелеп өсіріп отырмын. Біздің отбасымызға да әрине оңай болып тұрған жоқ. Қанша күннен бері ұйқы жоқ. Жалған ақпараттар менің және менің отбасыма бәрінің мазасы кетті. Қанша күннен бері ұйықтамадық. Банда деп жатыр, ОПГ деп жатыр. Ондай неге мен қатысым жоқ. Заң алдында сотталмағанмын, заңмен ешқандай проблема болмаған. Әрине, жаңағы інісі сотталған, анау деп айтып жатыр. Інім 2017 жылдан бері өзінің жазасын өтеп жатыр. Мен ешқандай ақтауға бір жерде болмаса, баламды ақтап, інімді ақтап тұрғаным жоқ бір жерде. Қорқы, шындығы керек, бұл дүрбелеңнен бұл қай қасіреттен шаршадым. Мен тек әділ сот болуын қалаймын. Если менің кінәм болса, мені кінәласын. Бауырым кінәсі болса, бауырымды кінәласын. Мен баламды өлтірген адамды әділ жазаға кесілсін. Бірақ қазақ елінен сұрайтын, тек қазақ елінен сұрайтын. Мен ақты ақ, қараны қара деп келген жігіттерге де барлығына айттым. Менің баламның жарақаттарында жасырмақшы болды. Мен ештеңеге таң қалмаймын қазір. Сол үшін өтініп сұрайтын, ешқандай митингі көтеріліс болып, мені қаралап, менің отбасымды қаралаудың қажеті жоқ. Если сол мен баламды өлтірген адамдардың әкелері ер азамат болса, менің алдыма келер еді. TikTokта, болмаса Instagramда үлкен кісілерді алдыға салып қойып, болмаса үйге әйел адамдар жіберіп, бұндай дүрбелең болып, бұндай әңгіме бармайтын едік. Сол себепті мен айтатын. Біздің президенттен сұрайтын, министрден сұрайтын. Менің отбасыма тыныштық беруін, және де отбасымда бұл Алматы қаласынан аман есен алып шығып кетуім керек. Қалған жағында ол сот созылатыны мәлім, айдан анық.
маған келіп жатқан адамдар да, кетіп жатқан адамдар да, менен интервью алып жатқан адамдар да, мен тек осы адвокаттарыма, заңгерлеріме сенемін қазір. Оларда да бала шағасы бар. Осындай жағдайлардың бәріне болып жатыр. Сол себепті мен шыны керек өзім үшін қорықпаймын ешқандай. Атып кетсе де, пышақтап кетсе де, соттатып жіберсе де, сол үшін айтатын. Тек отбасымның амандығы керек. Бауырым, әке шешем, бала шағам, соларды осы Алматы қаласынан, Алматы облысынан алып шығып кетсем болды.